Қайырлы күн достар, менің есімім Асель. Мен қазір бар болғаны 2 заттан ғана тұратын сусын коктейль жасаймын. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Тәтті сусын жасауға бізге піскен салқын сүт қажет 400 мл және 400 грамм балмұздақ қажет. Мендегі балмұздақ алмалы балмұздақ. Ыдысымызға сүтті құямыз, оның үстіне балмұздақты салып, миксермен көбігі шыққанша араластырамыз. Әсемдік ретінде коктейльді графинге құямын. Коктейльдің бетіне өздеріңіздің қалауларыңызша түрлі кондитерлік присыпкалар тепсеңіздер болады. Мен коктейльдің бетіне жер жаңғақтың дәнегін уатып септім. Сіздерге жасаған коктейль ұнады деп ойлаймын. Үй жағдайында балаларыңызға осылай коктейль жасап берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін менімен бірге көргендеріңізге рахмет. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау сәлемет болыңыздар.